Ежелгі қазақтар жылды 12 айға бөліп, жыл басын Наурыз деп атаған. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Көне парсы тілінде нава жаңа, разанқ күн, жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Өздеріңіз көріп отырғандай, қазір тарих ғылымы Наурыз мерекесінің шығу тегінде, Наурыз деген сөздің өзінде парсыға апарып теліп тастаған. Бұл түп тамырымен қате тұжырым. Дәлел керек десеңіз, соңына дейін тыңдап көріңіз. Ежелгі шежірелік деректерде Наурыз мерекесі 127 ғасырдан бері қазақ елінде Қазығұрт тауынан Нұх пайғамбардың кемесі келіп тоқтаған күннен бастап тойланып келе жатқаны айтылады. Қазақтың этнограф ғалымы Жағда Бабалықұлы 1970 жылы Мәскеудің Ленин атындағы төте жазумен жазылған Наурыз деп аталатын ұзақ жырдың қолжазбасын тапқан. Бұл жырда Нұх пайғамбардың кемесі Қазығұртқа келіп тоқтаған мезгіл дәл күн мен түннің теңескен күні екені, осы күні үлкен той жасалғаны, сол ұлы мерекеге адам мен жан-жануарлар түгел қатысып, Нұх пайғамбардың бәріне өзінің жақсы көретін нәрсесінен мол шашу шашқандығы, осылайша бұл күн жаңа жылдың басы ретінде тойланатын болғаны айтылады. Наурыз қазақ жерінде сан ғасырлардан бері тойланып, ұрпақтан ұрпаққа келе жатса да, кеңес үкіметі бұл мерекені діни мейрам деп танып, 1926 жылы ресми түрде тойлауға үзілді-кесілді тыйым салды. Көктемнің шуақты мейрамы салт-дәстүрді берік ұстанған қазақ отбасыларында ғана жасырын түрде аталып өтті. Осылайша қазақ жерінде 62 жыл бойы ұмыт болған Наурыз мейрамы 1988 жылы қайта жаңғырды. Наурыз мерекесі жаратылыстың өз заңымен үйлескен нағыз табиғи мереке. Бұл мереке әрі жаңа жыл болып саналады. Жылдың 4 мезгіліндегі көктем мезгілі бүкіл тіршілік атаулының жанданатын, жаңарып түлейтін кезеңі. Сондықтан күн мен түн теңесіп, тіршілік атаулысы ұйқысынан оянып, қайта түлейтін осы Наурыз айы жыл басы болып есептеледі. Және бұл мереке қазақта амал деп те аталады. Бұл сөздің мағынасы қыстан амалдап, жазға аман жету дегенді білдіреді. Ендеше тарихының тамыры тым тереңде болған, ата-бабамыздан аманат болып қалған Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын.